Сәлем достар, бүгін мен сіздермен шайға арналған өте дәмді баклаваға ұқсаған печенье пісіреміз. Алдымен каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Ең алдымен ұнға сары майды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысқа 2 ас қасық майонез, 1 жұмыртқа және 1,5 шай қасық ас содасын қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді екеуін біріктіріп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Сол аралықта ішіне начинкасын дайындаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай грек жаңғағына қантты қосып, жұмыртқаның ағын қосып, сарысын бетіне жағуға алып қоямыз. Сосын барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Жарты сағат тынған қамырымызды дәл видеодағыдай етіп жұқалап жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін начинкасын толық осылай жазып шығамыз. Енді видеодағыдай етіп орап шығамыз. Алдымен жұмыртқаның сарысын жағып алып, дәл осылай кесіп шығамыз. Енді пешімізді қыздыруға қойып, ыдысымызға печеньеларымызды салып шығамыз. 180 градуста 30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеларымыз дайын. Өте әдемі, керемет. Қатпарлардың бәрі анық көрінеді, арасы да толық пісіп шығады. Достар, сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Өте керемет, келген қонақтарыңызға риза болып кетеді. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз, және де видеоны соңына дейін қарағандарыңызға алғысым шексіз.